Баршаңызға қайырлы күн достар. Осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі оңай жасалатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, видеомда соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. 3 жұмыртқамызды жарып алып, шекерімізбен қосып жақсылап араластыратын боламыз. Бізге қажетті заттар 3 жұмыртқа, шекер, мак, разрыхитель, он қажет болады. Шекерімізбен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алдық. Енді разрыхителімізді салатын боламыз. Және тағы араластырамыз. Және мак қосатын боламыз. Өте оңай, сіздер де балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Мінекей. Көп те зат кетпейді, тек қана 3 жұмыртқа ертілген сары май, және ұн қажет болады. Сүт, майонез, айран ештеңе қоспайсыздар, тек осы 3 затты қосасыздар болды. Шетінен електен өткен ұнымызды шетінен салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бірденен салып жібермеңіздер, өйткені қою болып қатты болып қалады. Сол үшін кішкенеден салып, түйіршік болып қалмау қажет. Түйіршігі кеткенше жақсылап араластыратын боламыз. Миксер болса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Мінекей қоюлығы осындай болу қажет, әселдің қоюлығындай болу қажет. Енді тапамызға салып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Бетін шоколадпен болмаса, өздеріңіздің қалауларыңызша үйде не бар, сонымен сәндей берсеңіздер болады. Мен алмамен сәндеп шықтым. Өте дәмді болып шығады. Сіздердің де балаларыңыз ұнатады деген сенімдемін. Мінекей пирогымыз дайын болды обедке. Енді бетіне сахарный пудра септім мен. Сіздер өздеріңіз қалауыңызша шоколад сепсеңіздер болады. Мінекей өте жұмсақ болып пісті. Керемет дәмі деген тамаша. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.